Ақтөбеде аудан күндері басталды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Туған жерім нұрлы елім» атты аудан күндерін өткізу облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастамасымен қолға алынды. Мақсат аудандардың әлеуметтік экономикалық мәдени жетістіктерін насихаттау. Ақтөбедегі аудан күндерін бірінші болып Мұғалжар ауданы бастады. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақта киіз үйлер тігіліп, қолөнер шеберлерінің туындысы, түрлі тағамдар көрмесі болды. Өнер ұжымдары концерт берді. Орталық саябақта ұйымдастырылған аудан күндеріне ұзақ жыл Мұғалжарда еңбек етіп, өңірдің өркендеп дамуына үлес қосқан ардагерлер де келді. Оларға ерекше құрмет көрсетілді. Қаланың өсуі Қандыағаш қаласының көз алдымда өтті. Шелесай фосфорик руднигі ашылып, сол Қандыағаштың батыс бөлігінде жаңадан шағын аудан орналасты. Соның бірінші кірпішін қалап, сонда жұмыс атқарған сол нөмірі бірінші орта мектептің оқушылары болды. Мұғалжар ауданы күндерінің негізгі шаралары 18 маусымда тұңғыш президент атындағы орталық саябақта өтті. Киіз үйлер тігіліп, қолөнер шеберлерінің туындысы, түрлі тағамдар көрмесі болды. Өнер ұжымдары концерт берді. 70 мыңға жуық халқы бар Мұғалжар ауданы өнеркәсібі өркендеген жер асты қазба байлықтарына толы өлке. Аумағында Қандыағаш, Жем, Ембатты, үш бірдей шағын қала орналасқан. 12 ауылдық округте 42 ауыл бар. Өткен жылы аудан экономикасына 73 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылған. Ауданда мұнай-газ өндірісінің әлеуеті жоғары, мал басын көбейтіп, ет және сүт өнімдерін өңдеу жолға қойылған. Мұнай, бізде газ өндіріліп жатыр. Одан кейін мына кәдімгі қиыршақ тас зауыттары, алтын, одан кейін мыс, міне кәдімгі кен орны ашылып, кәдір енді үлкен комбинат салынайын. Бұның барлығы халыққа жаңадан жұмыс орындары. Жақында ғана біз Сағашилі округында темір бекетінен үлкен завод ашылды. Ол заводтың да мощності көп, біраз адамдар жұмыспен қамтылып жатыр. Болашақта біздің негізгі мақсатымыз кәдір осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына жұмысшыларды жұмыспен қамтамасыз ету. Бұл салада Бердібек Мәшбекұлы үлкен өзінің тәжірибесін пайдаланып, бізге кәдір мүмкіндіктер беріп жатыр. Барлық мемлекеттік бағдарламалар, шағын бордақылау, бөдене өсіру, қоян асырау, тағы басқа сияқты. Осыған көп көңіл бөлінеді. Білім, мәдениет, спорт салаларында да жетістіктер бар. Мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп отырған мұғалжарлықтардың өз бетімен кәсіп етуге деген ынтасы жоғары. Шағын және орта бизнес дамып келеді. Әсіресе облыста баламаш жоқ ара шаруашылығының өнімдеріне сұраныс көп. Ақтөбедегі ірі сауда орындарында Мұғалжар ауданында дайындалған ара балы сатылуда. Аудандағы белгілі тігіншілердің бірі Дәмеш Сарымсақова да көрмеге өз тіккен ұлттық киімдерді әкелген. Қыз жасауын дайындайтын шебер кәсібінің аясын кеңейткісі келеді. Ол үшін жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы несие алып, жеке ателье ашқалы отыр. Осы жақында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша несиені рәсімдеп, енді ғана өзімнің шаруамды бастағалы жатырмын. Осыған дейін өзім үйде тігіп келдім осы өнімдерімді. Қазіргі ең басты өнімдерім менің қазақы нақыштағы ұлттық киімдер және де той томалақтарға, құдалықтарға арналған бұйымдар жасаймын. Қыздардың сосын жасауларында жасаумен айналысамын. Елбасымызға осы қолдау көрсетіп жатқан көп рахмет. Мұғалжар ауданы күндерінің ашылуына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та қатысты. Аймақ басшысы арнайы жасақталған көрмені аралап шықты. Мұғалжар ауданының алдында алдағы жылдары жүзеге асыратын мерейлі міндеттер көп. Ол елбасы тапсырмасына орай жалпыға ортақ азық-түлік бағасын тұрақтандыру, жұмыс орындарының қысқаруына жол бермеу, жұмысшылар жалақысының уақытылы төленуіне ықпал ету және мемлекет пен жекеменшік серіктестікті дамыту. Бұл мақсатқа бірігіп қол жеткіземіз дейді мұғалжарлықтар. Облыс орталығындағы келесі аудан күндерін Алға ауданы жалғастырады. Жұлдыз Алмасқызы, Венера Серғазина, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.